тез ақша табудың порталын талқылап беремін. Бұл Омаркет 5 миллионға заказ түсті, пайда доставкадан де және 5 миллионнан да ең жылдам ақша табудың жолы не? 10 складқа кірсем, мен 10 складтан 1000 товардың бағасын алып шығалам. Кім заказдарды көп алып келе жатыр, олар рейтинг өздерін жасай бастайды. Бұл жерде сіз өзіңіздің бағаңызбен қоясыз, мемлекет сізді таңдайды. Сізді таңдаған үшін сіз олардың счетына мемлекетке жеткізіп бересіз. Омаркет бұл мемлекетке сатқызатын жалғыз портал. Жылдам ақша табудың ең тиімді жолы. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қалайсыздар батырлар? Тез ақша табудың жолын түсіндіріп берейін. Тез ақша табудың порталын талқылап берейін бүгін. Шынымен де керемет портал бұл Омаркет. Тез көтерілудің нағыз жолы. Қараш, қазір мен сізге бірден бір нәрсе шығарайын, одан кейін қалай жасалды, қалай болды, қалай осылай жасауға болатынын түсіндірем. Мынаны қараңыз, кішкене ұстап тұрайық. 5 миллион заказ. Оның доставкасына миллион теңге төленіп тұр. Яғни, бұл Омаркеттен 5 миллионға заказ түсті, доставкасы үшін мемлекет миллион теңге төлеп тұр. Осы жерден Алматы қаласынан Риддер деген Өскемен қаласы ар жағында 150 километр жердегі бір қалаға. Алматыдан Риддерге дейін максимум 300 мың теңге. Бұл 8640 ма туалетный бумага. Бір іші ауыратын мекемелердің заказы қойдым. Қараңыз, принципі 5 миллионнан миллион доставка, пайда доставкадан де және 5 миллионнан да пайда көріп тұр. Енді қалай? Бұл ең жылдам ақша табудың жолы негізі. Омаркет деген портал бар. Бұл Госсако порталына байланысқан. Омаркет дегеніміз, міне, примерно фотосы шығарып қойшы. Сілтемесі міне тұр, сілтемесі Омаркет KZ деп жазсаңыз шығады. Дайын 50 мың товар тұр бұл жерде. 50 мың товар дайын тұр. Мысалы, кез келген зат мынау болса, оның фотосы астында характеристикасымен шығып тұрады. Бұның системасы қалай? Кәдімгі Каспи, KZ, оның магазины бар ғой, барлығымыз қолданатын. Ол халыққа сатады. Ол жерде отырғандар, жеке кәсіпкерлердің бәрі бізге сатып отырған адамдар. Ал бұл жерде бұл заттардың барлығын біз 50 мың затты емес, 5 мың затқа баға қойып тастай аламыз да, біз оны мемлекетке сата аламыз. Менің қолымда товар жоқ. Мен тек қана поставщиктермен жұмыс жасаудың жолын ғана білем. Яғни, бір 10 складқа кірсем, мен 10 складтан 1000 товардың бағасын алып шығалам. Оптовый, розничный. Осы бағалар бойынша нәжіден розничный бағаларға қойып қоям. Осы қойып қойғаным үшін мемлекет бірінші заказды Омаркеттен сұратады. Омаркетте менің товарым тұрса, ол маған заявка болып түседі. Жылдың соңын осы Омаркет арқылы бюджет игеруді ең тиімді жол деп түсінеді. Неге? Өйткені бұл жаққа госқа шығарса, уақыт, ол порталда бір апта тұрады, ол одан кейін қабылдайды, договорға қол қоймай жүреді деген сияқты. А бұл жерде болды. Мені таңдады ма, жіберіп қалды. Яғни рейтингке қарайды. Омаркетте қазір рейтинг деген ашылған. Бірақ әлі адамдардың рейтингі жоғары болған жоқ. Бірақ кім заказдарды көп алып келе жатыр, олар рейтинг өздерін жасай бастайды. 5 рет заказ қабылдамайды, автоматом Омаркет бізді банға жібереді. Яғни біз заказ ала алмаймыз. Сол үшін мына жерде тұрған 1000 товарға мен баға қойсам да, аккуратно барлығына жүйелі баға қоюым керек. Ол рейтингке қарайды, одан кейін бөлінген бюджетке қарайды. Мысалы, қараңыз, 90 мыңға заказ түсті, маған заявка көп түседі. Мен заявканы қабылдаймын. Қабылдаған үшін мемлекет маған ақша төлеп беруге дайын. Бұл жерде түсініп алыңыздар. Қазір мен Алматы қаласында отырмын. Мен негізінен Астана қаласындамын. Мен өзімнің порталымда Астана қаласы деп тіркесем, маған Алматы қаласынан заявка түспей қалуы мүмкін. Неге? Омаркет менен заказ алса, ол доставканы маған төлеп береді. Тура менің заказым кішкене қымбаттау, ол Алматы қаласында тұрса, соған түсе салуы мүмкін. Сол үшін мен өзімнің товарымды тек қана Астана емес, Қазақстан бойынша қойып қойыламын.
Мысалы, Қызылорда Қазалы, Қостанай Қарабалық деп. Немесе Қостанай. Маған Қарабалықтан заказ түсетін болса, ол Қостанайға түседі. А мен доставканы жеткізіп берсем болды. Яғни доставка бойынша мен ақша таба алам. Егер мен осы жерден отырып Қызылордадан заявка алсам, маған Қызылорда мен Алматының арасында, немесе Қызылорда мен Астананың арасындағы доставканы төлеп береді. Мемлекет Омаркет арқылы сатсам. Жаңағы айтып тұрғандай миллион теңге төлеген, ол Алматыдан Ридерге дейін. Сол сияқты қараңыз, доставканың өзінен пайда көру мүмкіндігін аша аласыз. Олар қалай өлчейді доставканы? Олар логистика компанияларымен жұмыс жасайды. Омаркет жұмыс жасайды, Әлемтат, DPD, Қазпошта деген логистикалық компаниялармен жұмыс жасайды. Мысалы, ол ауданда болса, аудан бойынша логистика компаниялары қымбат санайды. Мысалы, Қызылорда, Қазалы, Астананың арасын санайды. Оларға 150 мың теңге доставка санап берсе, мен Астанадан тікелей Қазалыға жеткізе алсам 50 мың теңгеге. Үстіндегі 100 мың теңгесі доставканың өзінен пайда менің қалтама. Түсіндіріп бере алдым ба? Бұл жерде қараңыз, жылдың соңының бюджетті осы жермен игереді дегеніміз сол. Күнделік заказ толып тұр, просто күніне 3-4 заказ түсуі мүмкін. Былтыр бюджет осылай болды. Оның алдыңғы жылы горячий деген нәрсе болды. Яғни бір заказды шығара қалады, просто мен заявка басқасам, маған сол заказды бере салатын. Қазір біз өзіміз дайындаймыз, 14 миллионға дейін Омаркеттен заказ ала береміз. Ойлаңызшы, 4000 МРП-ға дейін бір көзден мемлекетке сата бересіз. Бұл сіздің онлайн магазиніңіз. Бұл Омаркет сіздің онлайн магазиніңіз. Сіз товарларды толтырсаңыз, заказ түссе болды, мемлекетке орындай бересіз. Ол жерде әлі ауыстыру мүмкіндіктері бар. Мысалы, екі түрлі фломастерді шығарайық. Мына фломастердің орнына мынаған заявка түссе, мен мынаған ауыстырып аламын. Қараңыз, екеуі бірдей жазу жазса болды. Заказчиктер о жағынан әлгіге дейін түсінеді. Госзакупта ондай система бар. Мынаның орнына мынаны әкеп берейін деген ол жұмыстайды. Яғни артықшылығы болса тіпті жақсы. Бірақ бірдей болса да біз өткізе аламыз. Тура сол сияқты Омаркетте кішкене согласовать етуге мүмкіндіктер бар. Сол үшін де қараңыз, түбі сары болса, яғни қызылға, жасылға ауыстыру түк емес. Яғни тапқаныңызға. Сол үшін де Омаркетте дайын товарлар тұр, біз нарықты жақсы білу керекпіз. Омаркетпен айналысқыңыз келсе, сіз басқа баға қалыптастыру керексіз. Ол дегеніміз прайстар. А біз складтармен жұмыс істеудің системасын көрсетеміз. Бірінші, өзім базардан шыққан бала болайын, бүкіл заттарды складтан аламын. Яғни кез келген складтан қазір оптовый бағада алып шығуға мүмкіндік бар. Осы оптовый бағада склад маған береді, оптовый розничный деген баға. Оптовыймен алып, розничный бағамен сатуға мен құқымды ашамын. Бұл дилерлік баға деп аталады. Яғни мен магазин сияқты олардан алып, өз магазинде сата аламын. Немесе онлайн сата аламын. Тура осыны мен аламда Омаркетке тізіп қоя бере аламын. Яғни поискта жай ғана бір отвертка дедім, болды, отверткалар шыға келді. Мен отверткаға бағаларды қойып тастадым. Жай ғана бір бутылка су дейсасам да, оның бағасы. Порошок дейсам да, порошок. Біз Госзакупта А4, ручка, туалетный бумага, хозтовар, канцтоварға кірме дейміз. А мына жерде сатамыз. Неге? Өйткені біз өз бағамызбен қоямыз. Біздің баға осы жерде қалыпты өте беру мүмкін. Сол үшін де бұл жерде сіз өзіңіздің бағаңызбен қоясыз, мемлекет сізді таңдайды. Сізді таңдаған үшін сіз олардың счетына мемлекетке жеткізіп бересіз. Керемет па? Бұндай портал Қазақстанда жоқ бас. Бұл Омаркет шыққаннан бастап біз бірге жасау үлгісімен үйретіп береміз. Сол үшін де Омаркет арқылы ұял деп ең алғашқы программамыз осы YouTube арнасына шыққан болады. 3 жыл бұрын қараңыз. Содан бері қаншамасына ұялдырып, қаншамасына жеміс беріп келеді. Омаркеттің тілін түсінген адам онлайн магазин ашып алады деген сөз. Өзінің онлайн магазин ашып, мемлекетті қамту мүмкіндігін аша алады. Сол үшін де сіз Омаркетпен айналысу керексіз. Үйде отырған ана болсаңыз да, декретте отырсыз, немесе басқа жұмыс істеп жүрсіз, қосымша табыс іздеп жүрсіз, немесе ауданда отырсыз, ауылда отырсыз. Бәрібір
О-маркеттің тілін түсінсеңіз, бүкіл Қазақстанды қамти бере аласыз. Өйткені өздерінің логистика компанияларымен сізден алып кетуге дайын. Немесе өзіңнің доставкамен деп сіз жібере салуға дайынсыз. Ең бастысы техникасын түсініп алсаңыз болады. Бізде мынадан десе де болады. Ықылық дейміз ғой. Заказды алғысы келмейтін адамдар. 200 мыңнан жоғары қойып сап жүргендер жетеді. Яғни 200 мыңға дейін заказды алғысы келмейді. Кім О-маркеттің тілін түсінеді, олар әр кезде О-маркетпен айналысып жүреді. Сол үшін О-маркет бұл мемлекетке сатқызатын жалғыз портал. Бұл сізге керек портал. Бұл шынымен де нағыз жалқауларға керек портал. Бұл нағыз көп әрекет жасай бергісі келмейтін, базар аралап, күнделікті тірлікте жүргісі келмейтіндер үшін арналған портал. Бұл мемлекетті қамтамасыз ету үшін тікелей қосылған портал. Бұл сізге арналған портал. Кез келген адам өзінің онлайн магазин болғанын қалайды. Келісесіз ба? Онлайн магазин болғанын қаласаңыз, төменге өз ойыңызды жаза кетіңіз. Я деп, плюс қойып. Я онлайн магазин ашқым келеді деп. О-маркет болды. Басқа портал керек емес. Бүкіл Қазақстанның 20 қаласына сата бересіз. Ойлаңыз, 20 қаланың 27 мың заказчигі сізден алуға дайын тұр. О-маркетте әлі конкуренция аз. Бізде қаншама адам кірсе де, основной О-маркетке қала бермейді. Көбісі өздігінен ізденіп, тендерде жүре бергісі келеді. Ал О-маркет сізге арналған болуы мүмкін. Бұл жылдам ақша табудың ең тиімді жолы. Сол үшін О-маркетке келіңіз. Шынымен де бізде 4 апта толығымен ГОСТың системасын түсіндірсек, О-маркет бұл қарапайым портал 5 аптасында адан яға дейін фундаментімен қалыптастырып көрсетіп береміз. Болды. Күніне заказ былай алатындай. Заказдан тұншығатындай система жасай аласыз. Ал магазиніңіз болса тіпті жақсы. Бұрын сонды бір нәрсе сатып жүрсеңіз тіпті жақсы. Прайстарды білсеңіз тіпті жақсы. Кез келген адамға керек бұл О-маркет. Өйткені өзінің товарын қосымша мемлекетке сатуға арналған портал О-маркет. Түсіндіре алдым ғой, сол үшін сіз де О-маркетпен айналысу керексіз. Бұл жерде әлі конкуренция нығалып тұрған жоқ. ГОСТа таңдап жүріп қатыссаңыз, бұл жерде өз еркіңізде қатысасыз, өз еркіңізде заявка бересіз. Яғни біз өзіміз қалаймыз, нені қоямыз, нені қоймаймыз. О-маркет біз үшін барлығын дайындап берді. Тек бағаны қоя беріңіз де бытырлатып сата беріңіз. О-маркетпен айналысқыңыз келсе, төменде номер тұр. Немесе мына номерге хабарлассаңыз болады. Сұрақ қойып, бүкіл шешіміңізді тауып алыңыз. О-маркеттің керемет портал екенін айналысып бастаған кезде түсінетін боласыз. Нағыз сезонды игеретін О-маркет порталына уже кіру керексіз. Қазан, қараша, желтоқсан толық О-маркет арқылы да основной бюджетті игеруді бастайды. Көбінесе, барлығы товар. Ал қызмет, жұмыс ол госсақытта толығымен. Болашақта барлығы товар бойынша О-маркетте қалады деген болжамдар бар. Қазір поставщиктерді жинауда. Яғни рейтингі жоғары поставщиктерді іріктеуде десе де болады. Келесі жылдан бастап көбіне рейтинг дайындағандарға мүмкіндікті басқаша ашып береді деген бізде сенім бар. Сол үшін өз рейтингіңізді жасап, О-маркетте ойып тұрып орныңызды қойсаңыз. Мемлекетті бір жыл қамтып, жағдайыңызды реттеп алатын уақыт келді. Дайын болсаңыз, өз ойыңызды жаза кетіңіз. О-маркетпен айналысқым келеді деп жазсаңыз, мен сізге қандай салаларды салу керек екенін түсіндіріп беретін болады. О-маркетпен айналысқыңыз келсе, төменге жаза кетіңіз. Лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, және магазині барларға, кішігірім саудамен айналысып, масштабтай алмай жүргендерге осы видеоны таратып қойсаңыз. Бұл О-маркет арқылы мемлекетті қамтып, өз бизнесін 10 есеге масштабтау мүмкіндігін аша алады. Аман болыңыз, сау болыңыз, каналға жазылып, жан-жаққа жіберіп қойсаңыз. Туған туысыңыз, танысыңыз, ауылда тұрған, ауданда тұрған, қалада жүрген бауыр, жолдастарыңызға, дос-жораларыңызға жіберіп таратып қойсаңыз. Өйткені түсінсін, О-маркет деген керемет портал бар екенін көру керек деп ойлаймын.
Аман болыңыз, сау болыңыз, табысты күндеріңіз көп болсын.